Hey, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Фатина. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер достар. Бүгінгі видеода мен сендерге айтатын жаңалығым бар, сондықтан менде видеоның қосылуы болып жатыр. Камераны бірден қосқан болатын. Мына біздің магазинді кеше видео шықпаған, кешірім сұраймын достар. Мына магазинді менен кеше бір шите сатып алған болатын. Өтінемін берші деп. Мен келіспесем де ол маған 8 стак изумрудты еді. Мен келісе салдым. Келістім және ол менен магазин сатып алған болатын. Соң 6 стак изумрудына мен осындай гелик сатып алғанмын. Және менде 2 стак изумруд бар. Қазір біз үйде тамақ бар болса тамақтан алып, сосын осы көлікпен серуенде қайтатын боламыз. Так, холодильникті ашып қарайық. Холодильник пустоймын. Так, достар, мен мусорканы аштым да, не алдым? Жоқ. Бұның ішінде тамақ бар ма? Иә. Мен шкафты ашып тұр екен, достар. Бізде борщ пен гриль ғана бар екен. Так, 2 гриль мен 1 борщ алсақ. Біз қазір отырып осы жерде борщ жеп, басқалым жоқ екен. Так, ыдыс жуып тастайық, наверное. Алдында біздің алып келген балықтар әлі жатыр екен. Рыбалканың кезінде. Сол видеоның менің каналымда көрген адамдар болса біледі. Бізге қазір мына көлікті бір бос жерге барып қойған дұрыс секілді, достар. Бірақ маған әлі бояқты гараж салу керек па деген ойдамын. Келесі бөлімде көлікті қоюға арналған гараж салайын ба, сол туралы осы видеоның комментариясын жазып кетейік, достар. Так, осы шет болады, достар. Осы аяққа қойып көрейік. Міне, достар. Қалай машина? Әдемі болып тұрған секілді маған. Ішіне отырып көрейік. Так, достар, мен не қылып екенін білмеймін. Мен дұрыс отырмай тұрмын, немесе мына көлік өтірік пе немене? Жоқ, достар, мен отырылды. Дауысын қараңыздаршы. Мотор деген дырылдап тұр ғой. Суылдап жүреді екен, достар. Қаладан неге дейін автобуспен немен жүргенше осы көлікпен жүрмеймін ба? Достар, қалада жүрген туралы видео түсірейін ба, ол туралы да комментарий жазып кетіңіздер. Біздің көлігіміз осылай. Ойбай, достар, біз түсіп кеттік, мынау бірақ жосық екен. Біз бұны үйдің артына қоя тұрайық пока. Міне, достар, біздің көлік осы YouTube хаустың артында тұр. Мына қойларды қайсыз жіберейін? Қораларынан қашып кетті. Оны галім әлі тұр қорады. Так, сол жөтел қаяға кетіп қалды? Сол жөтел таппай жүремін мен. Сол жөтел жоқ болып кетті, сол сатып алғаннан кейін. Одан кейін көрмедім, бағана бірден сұрайын деп іздесем, жоқ екен, достар, үйінде. Негізі ол жөтел мына үйде тұратын еді, бірақ ояқты сатып жіберді ме, бірдеңе дейді жөтелдер. Пока ешкім сатып алмаған ба, сатып алып қойған ба, білмеймін, достар.
Так, достар, біз үйге кірейік, YouTube қосқа. Біз оқушы өмірдің видеосы аяқталғанын білесіздер, достар. Кейбіреулер маған басқа ойындар туралы түсірші дейді, бірақ мен сіздерге қызық болып жатқан үшін және өзіме ыңғайлы ұнайтын ойын Майнкрафт. Сондықтан мен сіздерге тек осы Майнкрафт туралы ғана видео түсіре аламын. Бірақ келесі тағы да канал ашып атсам, сол жаққа түсіруім де мүмкін. Оған толық жауап бере алмаймын, достар. Бүгінгі видео тым қысқа болған секілді, достар. Сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, лайк бас, комментарий жазуды ұмытпайық. Бірақ біз сіздермен қоштаспаймыз, себебі біз қазір жаңағы машинамызды тексеріп көретін боламыз. Немесе жаңа ғана көрсеткен соң кішкене осы шетте сіздерге YouTube каналымды көрсетіп сөйтіп жіберейін. Міне достар, менің YouTube каналым Platina MG. Осы каналға тіркелуді мына қызыл кнопканы көріп тұрған шығарсыздар, подписаться дейді. Соны басып, каналға тіркеліп, колокольчикті все дегенге басып қоямыз. Сол кезде сіздер менің арнамдағы ең бірінші шыққан видеоларды сіздер ғана көретін боласыздар. Бұл менің өзім комнатамдағы телевизор, өзім қалаған уақытта келіп көрем. Мына вентиляторды өшіруді ұмытып кеттім, бәсе бөлме салқындап кетті. Жаздың кезінде ыстық болып жатқаны дұрыс емес секілді, достар. Жаңбыр жауып жатыр далада. Крышаға шығып көреміз, достар. Крышадан қарағанда барлығы анық көрінеді бізге. Так, біздің киікті ешкім алып кеткен жоқ. Жоқ, достар, біздің киік әлі тұр. Үйдің артында. Достар, мүмкін жаңбыр жауып жатқанда тезірек үйден шығып, кішкене шомылып қайтамыз да сап-салқын суға. Бүгін кішкене күн ыстықтау болған, сондықтан вентиляторды қосқан болатынмын мен. Енді пока менде кондиционер жоқ, айбай аяғым лестницадан құлап кеткен бала кетті, ана жақта келді. Лестницадан құлап кетіп, достар, мен аяғымды ауыртып алдым кішкене. Бірақ мына жерде бізде кішкене су бар, сол жаққа түсіп алатын боламыз. Ох, достар, сап-салқын күшті болып тұр. Күшті, достар, мен сап-салқын суға түсіп алған басқа не жерде. Опа, бомбочкамен секіріп түссең, Үсті бетіміз жарық қойып түсіп шықпаймыз, бір жүзім. Опа, достар, все. Енді ауырып қалудың қажеті жоқ бізге, сондықтан біз үйге кіреміз. Тезірек үйге кетейік. Және ол қатты салқын су болғандықтан ауырып қалмас үшін біз қазір кішкене жылы суға жуынып алатын боламыз. Міне, достар. Так, кран өшірмей алдым, не алдым? Так, достар, менің краным бұзылып қалды, не алдым? Все, енді жөнделді. Су ағып тоқтамай жатқанына жөндеп жібермегенімде жаңа бұзылған күйінше қалар еді. Ертең 2 стак алмазға мен гаражға заттарды заказ беріп, сол гаражды салатын болатын шығар, достар. Салатын боламын деп анық айта алмаймын. Егер салатын болсам, сіздердің қалауларыңыз бойынша салатын боламын.
Келесі видео тезірек шықсын десеңіздер, достар, ана атырке лайк бас, комментарий жазып кетейік. Сендермен болған мен Фатина. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал сау болыңдар достар.